Сәлем, қайырлы уақыт, қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Даусым қалай шығып жатыр? 1, 1, 3, 4, 5, 1 мен 10 арасында бағалап қойсаңыздар. Бүгін бізде өте қызықты тақырып. Ауруды, қарызды тудыратын эмоция ашу жайында айтамыз. Бүгін ашуды босатамыз. Ашу деген angry, орысша гнев. Ашудың ашуға қатысты бір Төле бидің бір сөздері бар еді. Ақыл деген дария, алдын ашсаң арқырар. Ашу деген ағын су, алдын тоссаң торқырар. Ар жағын ұмытып отырмын. Яғни айтайын дегенім, ашу бұл негативті сезім. Сезімдердің барлығы ол адамның жан тәнінде жүріп жатқан процесс. Былайша айтқанда, ағын су секілді ол бір ағым. Егер де адам оны тосатын болса, алдын тосатын болса, ол тұншыға бастайды. Жанда, тәнде. Ал тұншыққан сезімдер ертеме кешпе не атылып шығады. Атылған кезде жан жақтың бәрін құртып жіберуі мүмкін. Немесе ол аурумен, қатты бір үлкен сынақпен шығып сүрілуі мүмкін. Түсіндіре алдым ба? Яғни айтайын дегенім, сезімді өзіміздің пайдамызға қолдануға болады екен. Жаңа бір инсайт болды менде сезімге қатысты. Сезім бұл ағым болса, адам сол ағыммен бірге жүзе алса, сол толқынды ұстай алса, онда Алла Тағала оның жолын ашып қояды. Оның жолындағы мақсатқа жетуге қажетті ресурстарды алдын ала дайындап қояды екен. Мен соны түсіндім, соны сезіндім. Сондай бір ерекше инсайт болды. Осы бір инсайтпен бөліскім келді. Мынау теңізшілерде бұрындары ағаш қайық болды ғой, желкені бар. Сонда олар өздерінің бір толқындарын ұстайды екен. Суда жылы ағын, ал жоғарыда арнайы жел ағымдарын ұстайды да, сонымен жүзіп кете береді. Ұзақ жолға сол ағымды ұстап алса, тоқтамай кете береді екен. Кедергі аз болады, энергия аз кетеді, баратын жерге тезірек жетеді. Сол секілді бізде сезімді дұрыс қолдансақ, қойған мақсатымызға оңай, жеңіл, тез жетеді екенбіз. Осыған менің күн өткен сайын көзім жетіп жатыр. Практикада да жетіп жатыр көзім. Ал егер ол сезімді керісінше
тұншықтыратын болсақ, немесе сол сезімде өзімізді тұншықтыратын болсақ, онда керісінше әртүрлі мәселелерді тудырады екен. Және туындаған мәселелер менде қандай сезім тұншығып тұр, сол сезімді сүруге, босатуға көмек береді екен. Мысалы, жаңа мен ұлдарыма ашуландым. Ашу сезімді оларға жеткіздім. Мен де оларда кешірім сұрадық. Енді сұрақ туындайды. Ашу сезімін менің ұлдарым тудырды ма? Әлде ол ашу сезімі менде бұрыннан болды ма? Бұрын мен ойлайтынмын. Ашуымды осы ұлдарым тудырды. Жұбайым тудырды деп ше. Сөйтсем, керісінше екен. Ашу ол менде бұрыннан тұрған. Сол ашуды сүруге, босатуға жұбай мен ұлдарым себепші болды. Сол ашуды мен босатсам, артындағы белгіні, ресурсты қабылдаймын. Қабылдасам өсемін, дамимын, жаңа масштабқа шығамын. Осыны түсінген кезде менде ерекше инсайт болды. Өмір сүру мен үшін оңайырақ бола бастады. Түсіндіре алдым ба? Ал бар ма сұрақтарыңыз? Енді сұрақ туындайды. Қалай ашу сезімі қарызы тудырады деп ше? Шын мәнінде ашу сезімі адамның ішінде қалып қойса, сол сезімді босатуға ықпал жасайтын ситуациялар көбейеді. Соның бірі ол қарыз. Кім қарызды ойлаған кезде ашуланады? 1+ деп жазсыншы. Кім қарызын ойлаған кезде, немесе алашақтарын ойлаған кезде ашуланады? Сол кезде бекер қарызға бердім, немесе бекер қарызға алдым. 1+ қойық. Ол нені білдіреді, білесіздер ме? Шын мәнінде ол ашу менде бұрыннан болған, бірақ ол жасырын түрінде болды. Ал қарыз сол ашуды шығаруға көмектесіп жатыр. Енді мынандай алгоритм пайда болады. Ашуды осы қарыз триггер болып жатқан ашуды толық босататын болсам, сәйкесінше оның салдары қарызда жаймен жоғалады, жаймен кетеді. Қалай кетеді? Біреу сіздің қарызыңызды жауап береді ма? Жоқ. Банк кешіреді ма? Мүмкін. Адам кешіреді ма? Мүмкін. Ондай ситуациялар бар. Бірақ жеке өзім көзім жеткені, қарызды тез жабатын мүмкіндіктер ашылады. Табыс көбейеді. Маған қарыз адамдар қарыздарын қайтара бастайды. Банк немесе адам кешіре бастайды. Қосымша табыс көздері пайда болады. Осындай мүмкіндіктер шығатын мен өзім сезіндім, көрдім, және өзгелерден де көрдім. Сол себепті осы қарыздың пайда болуына ықпал еткен ашуды босатуымыз қажет. Оның артындағы ресурсты қабылдауымыз қажет. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді? 2+ қояйық. 2+. 2+ қоямыз.
Сұрақ қоюға бола ма дейді. Я, болады. Далада отырсыз ба? Жоқ, көлікте отырмын. Жеке қабылдау бола ма? Жеке қабылдау бар. Екі плюс. Бәрекелді. Ары қарай кеттік онда. Енді қалай біз ашуды сүреміз, ашуды босатамыз. Бізде 14-не мен баймын курсы басталады. Сол курста әртүрлі қарызы тудыратын, табысқа кедергі болатын эмоцияларды, тұншыққан сезімдерді анықтап босатуды үйренеміз. Плюс жаңа табысқа шығуға ықпал ететін жаңа позитивті сценарийлерді құрастырамыз. Қазір эфирдің соңында уақыт болса айтамын. Мен қандай қаржылық блокты шешу арқылы айлық табыс 250 мыңнан 750 мыңға көтерілді. Соны айтамын, егер уақыт жетсе, ұмытып бара жатсам, еске түсіріп қойсаңыздар. Жеке қабылдаудың бағасы 600 мың теңге. WhatsApp жауап бермеді дейді. Так. Қай WhatsApp'та айтып жатсыз? Жазып қойған ба? 623-40-18. Әзірге жазып қоя берсеңіз, кейін қосылған кезде жауап береді, міндетті түрде. Ал кеттік. Келесі, кім дайын қазір менімен эфирге шығып, бойындағы ашу сезімін босатуға жіберуге? Кім қарызын ойлаған кезде ашуланады, сол кісілер шықса. 3+ деп жазайық. Ең бастысы тыныш жері болсын, және интернет жақсы болсын сізде. Кімде қарыз бар, және сол қарыз ойлаған кезде ашуланады, және эфирге шығуға дайын 3+ дейік. Гүлнұр ханым. Are you ready? Кеттік. Мен сізді Қалайсыз? Аман. Супер плюс. Яқшымысыз? Ау. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір, аман. Өзіңіз қалайсыз? Супер. Камераны сүрттересіз ба? Сол камера дұрыс болмайды. Алдыңғы камераны. Әсе қазір. Бүкіл кухням. Бізде ар жақта өлең айтқан сияқты ғой, балалар ба? Балалар ғой. Тыныш жерге бара аласыз ба? Я бара тұрам. Мазаламайтын. Я бара тұрам. Сөйтсе спальный бүкіл секреті көрініп қалған деймін. Еш нәрсе етпейді. Басыңызды жақындатпасаңыз көрінбейді. Ал, тыңдап тұрмын. Қош келдіңіз. Ау. Қош келдіңіз, Гүлнұр ханым. Қош келдім. Қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Шүкір, аман. Бәрекелді. Өте қуаныштымын сізді көргеніме. Мен де қуанып кеттім ғой. Қабылдап жүргенімізге. Иә, бірінші сіз айтқаннан кейін сосын сізді қабылдадым. Ой, рахмет, Алла разы болсын сізге. Ал, кеттік. Қысқаша таныстырып өтсеңіз өзіңізді, сосын неге көшеміз? Практикаға. Мен Есполова Гүлнұр, 2000 дәрігер, УЗИст дәрігермін. Қай жылдар еді? 17 ма, 18-де ма Алмас ақынның сабақтарын өткем. Ылғи сіздің практикаңыз қолданып жүрем. Құдайға шүкір. Әлі күнге шейін сол не үшін деп түбін қазып алып, позитивқа жеткенше істеймін, бірақ білмеймін,
әлі қарыздан шыға алмай жатқанын түсінбей жатырмын да. Не қарыз сізде? Мен Қандай қарыз? үйді енді ипотекасы бір 7 ай қалды, бірақ ортада қызды тұрмысқа бердік. Арасында майда шүйде әйтеуір кредит ала берген ғой. Или нәпсім ба, білмеймін енді. Соны жабамай, білмеймін. Соны жапсам деген арманым бар деп па. Қарсыз қанша сома айта аласыз ба? Шамамен бәрін бүйтіп қосқанда қанша? кредит еткен кезде бір 5 миллиондай екен. Жақсы. Айына қанша төлейсіз бәріне? Шамамен 700-800 мың шығып тұр айына. Окей. Тек айлық аласың, жабасың, ені. Сол темп уже адамды білмеймін, или мен шаршап кеттім ба, уже маған пофиг, просрочка ма, рассрочка ма, не дейді. Уже бар ғой, сондай неге өтіп кеттім да, бұрын деген как-штык уақытысында төлеп сөйтіп жүретінмін да. Қазір или миым шаршап кетті ма, или денем шаршап кетті ма, маған бәрібірге өсіп кеттім, білмеймін. Сондай болады, ол дегеніміз на грани күйіп кетуде тұрған секілді. Білмеймін, сондай шығар, ана не дейді? Выгорание ма? Иә. Мүмкін деп жатырмын да, мүмкін. Мүмкін. Мүмкін ондай емес. Жақсы. Осы қарыз ойлаған кезде не сезінесіз? Қандай сезім болады? Ашу болады ма? Әлде басқа сезім болады ма? Қарыз ойлағанда мен білмеймін, бірақ бүйтіп жиналып қалам. Ол не сезім екен ойланбаппын, бүйтіп жиналғанда қалай? Бір қиналып қалатын сияқты бір жаным бар ғой, бүйтіп бүрісіп қалам ба, ашуланған жоқпын. Жабамай кетсем, наверное, ашуланып кетем ау деймін, наверное. Қиналып кеткен кезде ше. Ақша жеткізбей ма? Ақша жеткізбей. Мына жаққа тартсам, мына жаққа жетпейді, мына жаққа тартсам, мына жаққа жетпейді, сол кезде ашуланам ба? Одан бөлек тамағың бар, одан бөлек сезонды киімдері бар деген дейді. Содан күйеуіңде бір жағынан шықса деп ойлайтын шығармын, бірақ ол кісінің несі қатты жете алмай жатыр. Соған да может ашуланып кететін шығармын. Жақсы. Сізде қазір осы бір жұмыс па? Бір бағыт? Иә, осы УЗИ. Бір кез айтып алмасыз. Күшті бар, жабатыршыз. Сіз бір кез мен жұмыссыз болып қалдым ба? 1-2 ай ма, есімде жоқ сол кезде. Сіз үйреткен ана трансформация жасап жүрдім да. Сол кезде қиналмай, білмеймін, Алланың құдіреті деймін да. Кредиттардың бәрі сонымен ақ жабылып кетіп отырған ше. Кейін жұмысқа кірдім да. Қош, ол постоянно емес қой дедім да, сол кезде вообще трансформация ешкімге жасамай кеттім да. Тек УЗИ, тек жұмыс болып кеткем. Бір кез, мне кажется, сол трансформация жасауда маған бір кайф әкеле ма, или содан ләззат алам ба, әйтеуір біраз өзінен өз қарыздарым жабылғанын білемін, кредиттарды ай сайын төлеп қиналмай отырғанын білемін да. Күшті ғой? Может, сондай трансформация жасап қайтадан бастайын ба деп қоямын да, ақшам жетпей кеткен кезде соны істеймін ба, не істеймін деп қоямын да. Ол да бір табыс көзі ғой деймін да. Конечно. Әрі кайф әкеледі, әрі табыс әкеледі. Иә. Ойбай. Франциядан келді. Қай батыр ол? Иә. Мамасына көмектесем дейді ғой. Трансформация Жаным сол. Молодец. Ұстаз ғой. Окей. Онда дайынсыз ба? Дайынмын, аха. Балаларға ескертіп қоясыз ба? Бір 10 минуттай мазаламаса? 10-15 минуттай. Қазір біз
Гүлнұр ханымның 5 миллион қарыздың артында қандай себеп тұр, соны анықтаймыз. Соны қазір өңдейміз. Бізбен бірге өңдесеңіздер болады өздеріңіздің қарыздарыңызды. Иншалла. Тыныш отыр. Көнбей жатыр балаларға. Кешкісін шешесіне қол жетті ма, жетпеді ма деп. Жақсы. Жақсы, онда сізбен бірге трансформация жасай берсін. Дайынмын. Кеттік онда. Көз жұмамыз, терең дем алып дем шығарамыз. Барлық фокус өзімізге ауыстырамыз. Бір сәтке ешнәрсе ойламаймыз. Миымыз, ойымыз аппақ қағаздай тап-таза болсын. Тәніміз, жанымыз еркін, теңіздің бетінде қалқып жатқан жапырақ секілді, еркін, тәуелсіз болсын. Енді қазір қарызға қатысты барлық ойларды жинақтайын. Көз алдыма елестетейін. Осының барлығын ойлаған кезде қарыздың сумасын, ай сайын төлейтін сумаларын, төлейтін уақытын жақындаған сайын менде қандай сезімдер пайда болады? Не сезінемін сол кезде? Қандай ойлар келеді маған? Қарсыз өмір сүргім келеді, уже шаршап кеткен сияқтымын. Қарсыз өмір сүргім келеді. Бұл кезде не сезінемін? Келеді, қарсыз, кредитсіз. Сол кезде, аты кім ұлыңыздың? Әл-Фараби. Әл-Фараби. Так, Әл-Фарабидің жан дүниесі не қалап тұр, қазір сұрап көрейін. Внимание, шоп. Махаббат, мейірім, назар. Окей, махаббат, мейірім, назарды жіберейікші Әл-Фарабиге, құрметті оқырмандар. Материалдық дүниеге ауыстырып, осы Әл-Фарабиге жіберейік ойша. Бір күшті ойыншықтарға ауыстырып па, подарка ретінде жіберейік. Мен PlayStation жіберіп жатырмын. Қуанып, үлкен коробканы алып, кетті ана бөлмеге. Сол PlayStation'ды барып ашып, ойнайын деп жатыр. Мен PlayStation жібердім оған. Машина ойнаш. Оған сөйлеме, машина ойнаш. Все, сіз өзіңіз жұмыс істей берсеңіз болады. Хорошо. Жоқ. Ары қарай кеттік. Көз жұмамыз, терең дем алып дем шығарамыз. Қарызды ойлаған кезде не сезінемін мен? Қандай сезім келеді? Үрей, қорқыныш, ашулану, ыза, реніш. Үрей шығар, жүрегім бүйтіп, қысылып қалады. Денемде осылай қысылып, бүрісіп қалам. Ол не ол? Үрей болу мүмкін. По-моему, осы жерде мынандай нәрсе болып жатыр. Жаңағы мамасының ішкі жан әлемінде кейде қарсылық болуы мүмкін. Қарсылық болған кезде уже бала сразу келеді да, соны көрсете бастайды. Значит, бұдан мынандай болжам жасауға болады. Бұл кісіде қарыздың артында жасырын пайдасы болуы мүмкін. Яғни кейде адамдарда сондай жасырын пайда болады. Әдейі өзін қарызға батырады. Қарызы жабады, қайттан қарызға батырады. Әдейі, мақсатты түрде. Себебі оның артында жасырын пайда болады. Маған қазір сондай сезім келіп тұр. Қазір бұл кісі қайттан қосылса, мен сол жасырын пайдасын анықтап беруге көмектесем. Барсыз ба, Гүлнұр ханым? Телефоныңыз өшіп қалды ма? Или сіз көзіңізді жұмып отырсыз ба? Ондай да жағдайлар болады.
жасырын пайда болған кезде адам ол мәселені шешкісі келмейді бейсаналы түрде. Саналы түрде қалайды қарызды жіберуге, босатуға, бірақ түйсік деңгейінде қаламайды. Плюс қойды, кеттік тағы қосылып көрейік. Екінші, менде де үнемі қарызға кіре беремін. Кім бір қарызын жапса, екінші қарызға кіреді. Жазасыздар ма? Қайтты. Қалай? Не болды? Үйде үлкендер жоқ па? Екі балаға бой бермей жатыр. Ол, конечно, бермейді. Просто қасыңызда алып отыра беріңіз да, телефонды қолмен ұстап отыра берсеңіз болады. Аль-Фараби? Аль-Фараби, сәлем. Қалай жағдай? Міне былай істесеңіз, Аль-Фараби, нерен шариктер шығады. Міне. Саусақпен былай жасау қажет, саусақпен. Экранды баспаймыз, просто міне бетке қоямыз саусақты. Бетке. Бетке? Бет жаққа. Бетке дейді. Былай істейді. Былай. Міне. Былай істейді. Молодец. Аль-Фараби, бір 5 минутқа тыныш отыра аласыз ба? Біз қазір сабақ өтеміз, жарайды ма? Жарайды ма, Аль-Фараби? Хadi. Мамасы жауап беріп жатқан қалай кетті. Жарайды, кеттік. Менде жаңа сезім келді, осы өзіңіздің қарызыңыздың артында бір жасырын пайда бар секілді. Мен оны іздегем, сіз үйреткен сияқты. Сөйтсем мен бүйтеді екем. Мен бүйтеді екем. Қазір сняққа отырамыз. Мен бүйтеді екем. Мен жаңағыдай айтсын, Гүлнұр өзі ғана жұмыс істеп жатыр, Гүлнұр ғана өзі ғана тауып жатыр, Гүлнұр өзі ғана бала шағасын асырап жатыр, қандай молодец деп айтсын деп, мен қарыздан шыққым келмей ма, білмеймін, соны таптым да, содан білмеймін, әйтеуір трансформация сіз үйреткенде істедім, бірақ сіз сияқты точкасына түсе алмадым-ау деймін. Мен алам, жабам, қайтадан алам, жабам, осылай шығып жатырмын да. Көрейік қазір. Кеттік, көз жұмамыз, терең дем шығарамыз. Ішкі түйсікпен байланысқа шығайық. Менің ішкі түйсігім саналы түрде байланысқа шығуға дайынсың ба? Дайын болсаң, маған белгі бер. Гүлнұр ханым, нормально, универсин. Фокус өзімізде ұстайық. Дайынмын. Дайын, окей, кеттік. Рахмет айтамыз түйсікке. И сұрайық. Бұл қазіргі 5 миллион қарыз мен қандай оймен, сөзбен, сезіммен, әрекетпен тудырдым. Қандай оймен, сөзбен, сезіммен, әрекетпен тудырдым. Ол менде бірнеше шығып тұр, білмеймін, или ақылым қосылып тұр ма, или түйсігім айтып тұр ма. Бірінші келген қандай ойлар, соны айтсаңыз. Артық жауапкершілік, одан кейін признание деген келді. Мақтау алу үшін ба қалай? Артық жауапкершілік және мақтау ма не дейді? Мақтау алу. Молодец, жалғыз өз бәрін жауып жатыр деп айтсын деп ба, білмеймін. Жақсы, молодец, өте жақсы. Мен де айтып жатырмын сізге, молодец. Бүгін жақсы ұйықтайсыз, иншалла. Гүлнұр ханым, түйсікке рахмет айтайық, енді ары қарай сұрайық. Енді осы артық жауапкершіліктің, артық
жауапкершілікпен мақтауды есту, соны қалаудың артында менің қандай ниетім бар? Бұлар маған не үшін қажет? Күшті болу үшін, мықты жағыңды дамыту үшін ба, или мықты болу ма? Мықты болу. Иә, мықты болу. Мықты әйел болу. Иә, Әл-Фараби. Ол Әл-Фараби қазір ол индикатор болып тұр біздегі жан әлем. Оған тиіспейміз. Әдейі тиіспей-ақ қойып, фокусты өзімізге ауыстырайық. Трансформациядан кейін көреміз, ода да уже өзгеріс болады, ше? Значит, мен мықты әйел болғым келеді, солай ма? Мықты жағым дамытуым керек болып тұр ғой. Аха, окей, ары қарай сұрайық. Ішкі түйістен сұрайық. Бұл маған не үшін қажет? Оның артында қандай пайдам бар? Қандай менің жасырын пайдам бар оның артында? Өмірдегі өз орнымды табу ма, или өзімнің сүйіктісімен айналысу? Екеуі де бір нәрсе. Өз орнымды тауып, сүйіктісімен айналысу. Бақытты болу болып тұр ғой, түбі. Оның ар жағында бақытты болу, солай ма? Иә. Бақытты болу. Бақытты Гүлнұр болу ма? Иә. Бақытты Гүлнұр болу. Жай ғана әйел болу шығар. Кеше киноға барғам, ана не аты? Нурикамалға барғам. Сол жерде маған жай ғана әйел бол деп сондай сіз үйретіп едіңіз ғой. Апта сайын киноға барған кезде. Сол кезде мен айтқан едім негізінде. Сол пайданы жаңағы қайтан сол не еді? Осының түбі не деп жаңағыдай түйсіктен сұрап түйіні сөйтсем, бар жоқ әйел бол деген не алдым. Әйел болғым келеді, наверное, мен уже еркек болып шаршап кеттім. Нормально. Жібереміз, жылаймыз, жылауға рұқсат. Өте жақсы. Жібердік па? Кішкене болса да, бұл шықты ма? Қазанның қақпағы ашылды. Өте жақсы. Истина где-то рядом. Тереңнен алып дем шығарайық. Молодец. Енді тағы да ары қарай сұрап көрейік. Бақытты әйел болуымның артында пайда бар ма, жоқ па? Оның артында. Ұлағатты ұрпақ деп тұр маған. Ұлағатты ұрпақ. Ұлағатты ұрпақ қалдыру. Тәрбиелеу. Дұрыс тәрбие беріп. Окей. Ары қарай дальше сұрап көрейік. Оның артында қандай жасырын пайдам бар? Ұлағатты ұрпақтың артында бар ма, жоқ па? Ұлағатты ұрпақтың артында қандай жасырын пайдам бар деймін ба? Әдемі кәрілік, сұлу кәрілік. Әдемі қартаю. Супер, өте жақсы. Оның артында бар ма? Әдемі қартаюдың артында. Әдемі қартаюдың артында жасырын пайда бар ма? Солардың рахатын, қызығын көру шығар. Бала шағамды. Сондай жауап келді ма? Білмеймін, ақыл қосылып жатыр ма, түйсік айтты. Әдемі қартаюдың артында не бар? Бала шағам бақытты болу деп тұр.
бала шағам бақытты. Бала шағаның бақытты болуын қалаймын. Ал Иә, оның артында қандай жасырын пайдам бар? бала шағамның бақытты болуының артында қандай жасырын пайдам бар? Олар бақытты болса, мен бақыттымын деп тұр. Басқа білмеймін. Ақылды қоссам, әр балам там күшті жерде өз орнын тауып, жаңағы кәртайған кезде сол білмеймін, біреуі там шетелге апарса, біреуі там керегімді алып берсе деп тұр ма, білмеймін, ол ақылым қосылып тұр ма, түйсігім қосылып тұр ма. Яғни бай қуатты ұрпақ па? Болғым келеді, Анасы иә. болу. Бай қуатты ұрпақтың анасы болу. Иә. Бақытты анасы болу. Иә. Бай қуатты ұрпақтың бақытты анасы болу. Иә, дұрыс таптыңыз. Осы ма ядросы? Түйістен сұрап көресіз ба? Осы ма ядросы? Түпкі менің жасырын пайдам осы ма деп. Иә, сол балаң жақсы болса, жолдың үстімен өтесің, балаң жайсыз болса, жолдың астымен жүресің дейді ғой, білмеймін, ол. Наверное, сол бала шағам бақытты болса, мен бақытты шығармын. Уже басыңды көтеріп жүресің деген шығар. Окей. Бірақ бұл жерде бір маңызды нәрсе бар. Шын мәнінде мен бақытты болсам, олар бақытты болады. Иә. Жауапкершілікті мен өзіме қабылдауым қажет. Қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Окей. Көз жұмамыз, терең дем аламыз, 2 секунд ұстаймыз. Дем шығару барысында бақытты әйел болу жауапкершілігін қабылдаймын. Іштей айтамын. Қабылдаймын, мойындаймын, келісемін. Бақытты әйел болу жауапкершілігін қабылдаймын, мойындаймын, келісемін. Бірінші орында мен ана ретінде, Гүлнұр ретінде өзім бақытты болуды үйренуім қажет. Қалғаны 2-ші орында. Окей. Қабылдадық. Келесі 2-ші қадам. Сіз толығымен мойындайсыз ба? Осы жасырын пайдаңызды, ниетіңізді іске асыру үшін міндетті түрде қарызға бату шарт емес екенін. Мойындаймын. Бай қуатты ұрпақтың бақытты анасы болу, сен қарызға бату дегенді өшіріп тастап, оның орнына басқа позитивті, қандай жаңа позитивті жаңа ой түйінді құрастыруға болады. Позитивті ой түйінді құрастыруға болады, дейсіз ба? Түйсікке тапсырма берсек болады. Барыңмен тәубе етіп, позитивті амал құрастырып берсін. бар құндылықты, бойыңда құндылықтарыңды бағалап, барыңды бағалау сияқты маған. Ар жаққа қарыз деп шаба бермей, ойбай анау деп шаба бермей, жоқ нәрсеге ұмтылмай, бойыңдағы бар нәрсеңді құрастырып, берекесін келтіріп отыру. Окей. Ол сізге қандай сезім тудырады? Осы жаңа ой түйін. Іште бір гармония, жылы сезім. Бір тыныштық келді. Мейір махаббатпен қабылдайсыз ба? Осы жаңа ой түйінді, жаңа амалды. Қабылдаймын. Терең дем аламыз, 2 секунд ұстаймыз. Дем шығару барысында қабылдаймын. Тағы бір нәрсе айтсам болады ма, ұстаз? Иә. Осы 2 күн бұрын ғана жаңа бір вакансия көрдім да, 1 миллион теңге, жаңағы УЗИ ғой, короче, ақысы 1 миллион теңге деп тұр да.
не набор сотрудников деп. Сонымен жаңағы жерге хабарластым да, сөйтіп ішімді тыңдасам, ішінде жазатын едім ғой. Айлығым 1 миллион теңге болса, ай сайын тұрақты түрде деп тұрмын да. Сол 1 миллион қазір маған келіп тұрса, менде қорқыныш бар екен ішімде. Соны іздедім да, не қорқыныш десем, мен ойлайды екем. УЗИ болу үшін 1 миллион теңге алу үшін мен жүректі түсіруім керек, неврологияны да түсіруім керек. Бүкіл УЗИдің бәрін білуім керек деп ойлайды екем да. Кейін бірақ миыма түсіндірдім. Бәрін білетін адамдар да кедей болады ғой. Кішкене нәрсені білсе де соны жаңағыдай берекесін келтіріп, жаңағыдай соны от души істеп, адамдарға көмектессе, оның табысы одан да көп болуы мүмкін ғой, көп білгеннен деп өзіме түсіндірдім. Енді вакансияның жауабын күтіп отырмын. Сіз үйреткендей өзім трансформация жасадым да, жібере салдым әлемге. Молодец. Құтты болсын. Содан кейін мына эфирге шығып тұрсыз, иә? Иә, таң қалдым ғой, сіз маған бірінші рет окей дедіңіз да, таң қалып тұрмын ғой, ұстаз маған за сколько лет бірінші рет прямой эфирға одобрение берді деп. Құдайдың құдіреті қандай, иә? Иә. Ой алла. Қалай, бағана ғана сіз неңізді көргем, жаңағы кім? Сестренкамызбен бірге жаңағы күшті демалыс орындарында демалған жүрмін. Вау, деп отыр едім, бір уақытта қарасам, туған күн чатта тұр да, сіз прямой эфир деп. Қарасам 7:00 деп тұр да, әлі басам, что-то басылмайды. Сөйтсем, кірдім ойсын кейін. Қуанып кеткен ойшы, сіз одобрение берген кезде. Молодец. Өте қуаныштымын. Тексеріп көрейік. Көз жұмамыз, терең демалып дем шығарамыз. Қарызды ойлап көрейік қайтадан жағаға. Енді бар ма басындағы жағымсыз сезім? Қандай сезім? Жағымсыз. Жоқ. Не сезіледі қарыз ойлаған кезде? Қарызды ойлаған кезде, білмеймін, басымда бір жарық болып тұр. Бір ішкі жан дүниемде тыныштық. Жүзімде күлкі, нұрланып тұр. Бір бағанағы сияқты не жоқ, үрей жоқ. Тамаша, берекелі болсын. Құттықтаймын. Трансформация болды. Әмин. Өзіңізден байқаған шығарсыз, кейінгі Гүлнұр ханым қандай еді? Иә. Кім басынан бастап көріп жатыр, чатқа жазасыздар ма? Басында Гүлнұр ханым қандай еді, қандай энергетика еді, қазір қандай энергетика, не сезіп тұрсыздар? Чатқа жазсаңыздар. Осы уақытқа дейін қайда істедіңіз дейді. Түрі таныс дейді. Мен дәрігер едім ғой. УЗИст дәрігермін, иә. Қай жер? Сағадат дейді. Қалқаманда едім ғой. Қазір Қалқаманда қасында медцентрлар бар, сол жерде. Екі жерден ұстаз ойнап, күліп, сізді жүріпше, 700-800 мың ұстап отыратынмын да. Содан кейін ойым өзгеріп кетті ма, білмеймін, кредит жабуым керек, қарыз жабуым керек деген сайын бар ғой, ұстаз, ақшам бар ғой, азайып кетті. Ну, конечно. Содан кейін қой дедім да, азанда жүріп, сөйтіп, кішкене жаңағы бұрынғы состояниеме жайлап келіп атқан жайым бар. Өте жақсы. Мұнда жазып жатыр. Иә. Өте тамаша, нұрланып кетті, сенімділік. Рахмет. Нұрланып тұр қазір қуаныш жүзінде. Басында еңсесі түсіп тұрған. Иә. Çok сұлусыз. Ұшып тұрмын. Тамаша. Жүзі нұрланды дейді. Aha. Sorry. Звондап қалды. Жүзі нұрланып жарқырап кетті. Шынайы нұрланып кетті. Басында көңілсіз. 180 градусқа өзгеріп кетті. Вот.
Өзгеріс бар, жүз нұрланды. Ну вот, міне уже өзгеріс бар. Енді жақсы өзгерістер болады деп ойлаймын сыртта да. Амин. Айтқаныңыз келсін. Күшті, күшті. Берекелі болсын. Амин, амин. Айтқаныңыз келсін. Аха. Баласы да тынышталды дейді. Иә. Иә. Бала да тынышталды. Иә. Жаңа айттық қой, ол индикатор деп. Ол қазіргі менің ішкі халімнің индикаторы болды. Бопты онда Гүлнұр ханым, жақсы. Сәттілік. Алла разы болсын сізге. Рахмет. Иә. Оңай жеңіл қарыздарыңызды жауып, жаңа табысқа көтерілуге тілектеспіз. Амин. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Кездескенше. Кездескенше, жақсы. Алла разы болсын Гүлнұр ханымға. Кім не түсінді, кімде қандай инсайт болды, жазсаңыздар. Басында байқадыңыздар ма, ұлы қайта келіп, алдына отырып, басын көрсетіп, тіпті эфирді өшіріп, солай жүрген еді. Кейін трансформация басында жаймен кетті. Онда да музыкалар бір нәрсені қосып отырды. Соңында уже ол бала өз-өзімен жүр ар жақта. Өз-өзімен жүр. Неге? Өйткені анасында жаймен ішінде тыныштық пайда болды, гармония пайда болды. Көрдіңіз ба? Вот. Сол себепті мынау тіпті әйелдер қауымына айтатыным, тек қана әйелдерге қатысты нәрсе. Құрметті қыз-келіншектер, табыстарыңыз оңай жеңіл келуін қаласаңыз, және берекелі болуын қаласаңыз, ең бірінші орында сіз өзіңіз осы сәтте бақытты әйел болуды қолға алуыңыз қажет. Әйел бақытты болған кезде, өз-өзімен бақытты болған кезде, ешқандай сыртқы факторға тәуелсіз өзімен өзі бақытты бола білген кезде, оның мәселелері тез оңай шешіле бастайды. Оған мен көзім жетті. Оған 100% көзім жетті. Енді жаңа түйсігім айтып жатыр, басында айттым ғой, бір қалай қаржылық блокты шешу арқылы табыс 3 есе көбейді деген. 250 мыңнан 750 мыңға көтерілді. Қаржылық блок деген осы, мысалы, бұл кісіде біз жасырын пайданы анықтау арқылы жаңа сценарий құрастырдық. Яғни жасырын пайда бай қуатты ұрпақтың бақытты анасы болу. Бірақ сол ниетін ол қарыз арқылы, қарызға бату арқылы іске асырып жатыр да, сондай сценариймен. Біз оны ауыстырдық қазір. Қандай? Өзінің құндылығымен өмір сүру, өзіңнің қалауымен өмір сүруге ауыстырдық. Енді бұл кісі өзінің құндылығымен, қалауымен өмір сүрген сайын, жаңағы ниеті іске аса береді. Қарызға бату енді шарт емес. Түсіндіре алдым ба? Енді бұл кісіде қарызға батуым қажет деген жасырын пайда жоқ. Аллаға шүкір. Бұл мыңнан бір әдісі. Қарыздың себебін анықтап шешудің мыңнан бір әдісі. Мұндай әдістер өте көп. Сізге қай әдіс тура келетінін мен білмеймін. Оны сіз өзіңіз біле аласыз. Өзіңіздің ішкі түйсігіңізбен байланысқа шығып, өзіңіздің ішкі түйсігіңізден сұрап, себебін анықтап, негативті сценарийді позитивке өзіңіз ауыстыра аласыз. Оны біз үйрете аламыз. Дәл осы материалдық қарызға батудың себептерін анықтап, трансформациялауды Мен баймын курсында үйретеміз. Мен баймын курсы дәл осындай мәселелерді шешуге арналған. Гүлнұр ханым, қателеспесем, сіз мен байыма қатысқан жоқсыз, иә? Сіз тек сол 90 мың марафонға қатыстыңыз. Сізге Гүлнұр ханым осы мен баймын курсын ұсынамын. Осыны егер меңгеріп алатын болсаңыз, сіздің жаңа мүмкіндіктеріңіз ашылады деп ойлаймын. Мен баймын курсында бұл ішкі байлық ресурстарын қосатын курс. 60 күн болады. 60 күннің
ішінде Құдай қаласа жақсы өзгерістер бола бастайды. Иншалла. Офлайн, бұл офлайн емес, бұл онлайн курс. Офлайн болған жоқ, бұл тек қана онлайн болады. 60 күннің ішінде қаржылық блоктарды анықтап шешеміз. Екіншіден, рухани байлық көздерін ашамыз. Үшіншіден, жаңа табысқа жетуге алып баратын жаңа сценарийлерді құрастырып, ішкі түйсігімізге бекітеміз. Ішкі түйсігімізге егер сол жаңа сценарийлерді құрастырып бекітетін болсақ, Құдай қаласа алдағы уақытта қаласаңыз да қаламасаңыз да сол табысқа жетеміз, иншалла. Менде мынандай блок болған екен. Ол 2016-17 жылдары мен университеттен шығып, енді жеке кәсіпкерлікпен айналыса бастадым. Әртүрлі салаларды көрдім, тауар алып саттым, қызметтерді саттым, тағы басқа. Бірақ айлық табысым сол университеттегідей табыстан көтерілмейді. 200-250 мың көлемінде болып тұрады. Мен ол кездегі әртүрлі курстарды оқыдым, бизнес курстарды оқыдым, әртүрлі интернет маркетинг құралдарын меңгердім. Бірақ бәрібір де өспейді. Түсінбеймін, не үшін бұлай екен. Сосын «Подсознательная бедность и богатство» деген Шамиль Әлеудиновтың кітабын оқыған кезде мен түсіндім. Адамның түйсігінде кедейлік программа болатын болса, ол қанша жерден табыс табуға тырысқанымен, оның табысы шектеулі болады. Сөйтіп мен өзімнің ішкі түйсігімнен анықтай бастадым. Қандай менде кедейлік программа бар екен. Ең бірінші үлкен программа шықты, ол мен егер байитын болсам, менің ұрпағым шірейді. Оның қай уақытта, қандай ситуацияда пайда болғанды анықтап, дереу ол сценарийді өзгердім. Мен бай болған сайын, менің ұрпағым көркейеді, өседі, бақытты, бай, қуатты болады дегенге ауыстырдым. Бір қызығы, соны ауыстырғаннан кейін менде жаңа мүмкіндіктер ашыла бастады. Жаңа мүмкіндіктер менің айлық табысымды 2 айдың ішінде 3 есеге көбейтті. Содан кейін менде тек қана өсу бола бастады. 750 мың, одан кейін миллион, 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион. Сонда плюс-минус 2 жылдың ішінде 250 мыңнан 12 миллион табысқа шықтық. Бір айда, Алланың қалауымен. Кейін Алматыдан 3 бөлмелі үй алдық, Камри алдық, сосын Lexus алдық, сосын тағы да үй алдық, сосын тағы да Lexus алдық, сосын тағы да үй алдық, сосын тағы да Lexus алдық. Сосын отбасымен шетелге шыға бастадық, саяхаттай бастадық. Бұл менікеміз, бұл Алланыкі барлығы. Бірақ Алла Тағала айтады, байлықты жаратқанда мен, кедейлікті жаратқанда мен, бірақ сені кедей қылған мен емес, дейді. Абайдың сондай бір сөзі бар. Алла кедейлікті жаратты, байлықты жаратты, бірақ сені кедей қылған Құдай емес деп ше. Сондықтан жаңағы аят сырлары сабағында айтады, Алланың беретін нығметі өте шексіз, ол бере береді екен. Бірақ сол Алланың құлы өзі шектейді екен. Маған 100 мың жетеді, маған 300 мың жетеді. Бол, одан артық болмайды, қажет емес. Хотя Алла Тағала оған миллиондар беріп жатқан болуы мүмкін, миллиардтар беріп жатқан болуы мүмкін. Бірақ құлы оны өзі шектейді екен. Көрдіңіз ба? Өзі шектейді екен. Сондықтан менде қандай шектеулер бар? Қазір. Менде қандай шектеулер бар? Ол шектеулерді қалай табамын? Сол кедейлік программаларды қалай табамын? Қалай оны шешуге болады? Бәрін осы мен баймын курсында дайындап қойғамын. Арнайы әдіс тәсілдер бар. Арнайы практикалар бар. 60 күннің ішінде осыны үйренеміз. Негізінде адамның өзгеруіне минимум 45 күн қажет екен. Бүгін алған білімнің нәтижесін тек 45 күннен кейін ғана көре бастайды екенбіз. Сондықтан біз бұны 60 күн қылдық.
Құдай қаласа 60 күннің ішінде сіз өзіңіздің түйсігіңізге көптеген байлыққа жол ашатын, мүмкіндіктерді ашатын жаңа сценарийлерді, программаларды енгіземіз. Мен өзім көмектесем сіздерге. Куратор болады, мен өзім боламын. Плюс сіздерге рухани дәріс 2 ай бойы бонус ретінде рухани дәріске қатыса аласыздар онлайн. Плюс 2 аптада 1 рет сіздермен зум өтемін. Ол жерде жаңа методикаларды үйренеміз. Түсіндіре алдым ба? Иншалла осы мен баймын курсында күтемін. Алдымызда бай бейсенбі күні басталады. 14 қарашада. WhatsApp нөмірге жазу қажет, төмендегі 707 623 4018 707 623 4018. Мінекей, осы WhatsAppқа дәл қазір жазып 0012 бөліп төлемен алсаңыз да болады, немесе 2 айға бөліп төлеп алсаңыз да болады. Құдай қаласа. Бір видео сабақтың ұзақтығы қанша? Плюс-минус 5-7 минуттың көлемінде. Әдейі сондай қысқа қылып дайындап қойғанымыз сабақтарды, плюс аудио медитациялары бар, плюс бонус сабақтар бар. Құдай қаласа, енді бұл мен баймын курсы, бұл эксклюзивті курс негізінде. Шынымен де рухани тұрғыда, материал тұрғыда бай болуды қалайтын тұлғаларға арналатын курс, иншалла. Жақсы, онда күтемін. Бұл курстың құны 280 мың теңге. 60 күнге 280 мың теңге. Бірақ қазір 50% жеңілдікпен тұр, 140 мың теңге. 60 күнге 140 мың теңге. 140 мыңды 60-қа бөлсек қанша болады? Қанша болады? 140 мыңды 60-қа бөлсек. 140 мыңды 60-қа бөлсек қанша болады, жазасыздар ма? 2333 теңге болады екен. 2333 теңге болады екен. Ол нені білдіреді? Яғни күніне 2333 теңге. Күніне өзіңізге 2333 теңге арнауға болады ғой. Дұрыс па? Зато шәкірттер пәленше миллион қарыздардан құтылып жатыр. Үй алып жатыр, ипотекасын жауып жатыр, саяхатқа шығып жатыр, умраға барып жатыр. Өте көп шәкірттер умраға барады. Осы мен баймынды бітірген шәкірттер, рухани байлық көздері ашылады да, аяқ астынан оларға умра қажылыққа шақырту ала бастайды. Көрдіңіздер ма? Сол себепті сіздерді қайталап айтамын, бай болайық, бақытты болайық, қуатты болайық. Өзіміз бай болуды үйренсек, біздің үрім-бұтағымыз бізден үлгі алып, олар да бай болуды үйренеді. Біз өзіміз кедей санамен өмір сүрсек, кедей әдеттерінен арылмасақ, бізден кейінгі ұрпақта бай болып кету ықтималдығы төмен болады екен. Алдымен өзіміз бай болайық, содан кейін бар бізден кейінгілер өздері үлгі алып бай болады, иншалла. Рассрочка бар, 0012 алсаңыздар болады. Жақсы, іске сәт, кездескенше. Басқа да сұрақтарыңыз болса, осының астына жазайық, біз жауап береміз. Кездескенше, сау болыңыздар. Бай-бай. Қайырлы түн.